Нишаны таңдау барысында ол маңызды емес. Сіз түріңізді көрсетесіз ба, түріңізді көрсетпейсіз ба, тек дауысыңыз ғана шыға ма, немесе тіпті тек сіздің текст қана қойып видео түсіресіз ба, ол ешқандай да маңызды емес. Просто сіз өзіңізге қажетті, адамдарға ұнайтын креативный идеяны тауып солай жасауыңыз керек. Мысалға пирожкиді пісіріп жатырсыз, мына жерде отырсыз, мына жерде камера илеп отырсыз, камера ана жақта отырып, сіз былай сөйлеп отырып пісірсеңіз болады. Немесе камераны штативке қойып былай қарай тек қамырмен қолыңызды ғана көрсетіп отырып пісірсеңіз болады деген сияқты. Оны өзіңіз шешесіз. Ол өзіңіздің ыңғайыңызға байланысты. Сіз түріңізді көрсетпедіңіз, менің видеом атпай қалады деген сияқты, онда ешқандай проблема жоқ, адамдарға ұнаса болды. Ал бүгінгі сабағымыз сол нишаның ішіндегі теманы таңдау. Тема дегеніміз как тақырып ретінде қарастырылады. Мысалға, қолөнер адамын алайық. Бірінші видеосы, яғни бірінші темасы ретінде домбыра жасасын. Немесе көгершіннің мүсінін ағаштан жасаймын. Ол сіздің екінші темаңыз деген сияқты. Travel блогер болатын болсаңыз, мысалы тревелдің ішінен бүкіл мемлекет кіреді ғой. Сіз Россияға барыңыз, Вьетнамға барыңыз, Таиландқа барыңыз, оның барлығы сізде бөлек-бөлек тема ретінде қарастырылады. Тағы да бір мысал, алғашқы сабақтардағы обзор жасайтын баланы алған болатынбыз. HyperX осы микрофонға обзор жасады. Бірінші видеосында, екінші видеосында бұны қайталап түсіре бермейді ғой енді. Екінші видеосында қасына бір микрофон қойып, онша емес микрофонды қойып, екеуін салыстырады. Немесе онша емес микрофонды, онша емес дегенде бұдан бағасы арзан микрофонды қойып, сіз мынаны алыңыз не, мынаны алыңыз не, ешқандай айырмашылық жоқ. Просто сіз мынаған артық төлейсіз, лучше мынаны ала салыңыз деген сияқты теманы уже осылай өзгертіп отыру керек. Жаңағы қолөнер адамын алайық, есік, ағаш есік жасау деп темасын қойды видеосының. Ол сол ағаш есікті жасау туралы видео түсірмей тұрып, көп мәлімет іздеу керек. Сіздер де солай. Өздеріңіздің, мысалға пирожки пісіретін болсаңыз, сол пирожки туралы көп мәліметтер, қызықты фактілер, информациялар іздейсіз. HyperX туралы оның минус қандай, плюс қандай, адамдарға қызықты болатын информация іздеуіңіз керек. Чтобы адам сіздің видеоңызға кірген кезде деп жалығып видеодан шығып кетпеу керек. Өйткені сіздің видеоңызға кіріп, басын ғана көріп, аяғына дейін жетпей шығып кететін болса, сіздің каналыңызға ол минус болады. Статистикаңыз құлайды, YouTube сізді әрі қарай продвигать етпей қоюы мүмкін. Сол үшін креветке пісіріп жатырсыз. Сол креветке пісіру барысында бес пайдасы туралы айтып, немесе креветке туралы фактілер айтып, немесе креветкенің зияндары туралы айтып, адамдарды қызықтырып видеода толық ұстап отыруларыңыз керек. Мысалы, ағаш есікті жасап жатып, оның пайдасы туралы айтады. Ағаш есік үйіңізде болса, ешқандай зиян келтірмейді, бұда ешқандай пластмасс жоқ деген сияқты өзінің белгілі бір пайдалары, фактілері туралы айтып отырып, көрерменді соңына дейін ұстап отыру керек. Вот мінекей теманы примерно түсіндіңіздер. Каналыңызға келген адамды қызықтырып ұстап отыруыңыз керек. Және де сіздің өзіңіздің бір фишкаңыз болу керек. Фишка деген былай, сіздің әрбір видеоңызда белгілі бір жасайтын әрекетіңіз болады. Мысалға, хай с вами Ивангай дейтін бір бала болатын, Ивангай дейтін. Ол оның өзінің фишкасы, ол осылай адамдармен амандасады. Даже білесіздер ма, сол Ивангайды осы амандасу үшін, қалай амандасатынын тағы да көру үшін көретін адамдарда болған. Сондықтан да дәл сондай сізде өздеріңізге фишка тауып алуларыңыз керек. Өздеріңіздің конкуренттеріңіздің видеоларын қарап шығыңыздар. Олардың әрқайсында өздерінің бір фишкалары бар. Сізде соларға қарап, дәл оны қайталамайсыз, әрине өзіңіздің фишкаңызды табасыз. Мысалға, видеоны түсіру барысында бір әзіл айтып жібересіз ба, немесе сізде амандасуыңызды ерекше қыласыз ба, достарыңызға ат қойып қоясыз ба. Мысалға, Қадырбаев бар ғой бізде, роднойлар деп айтады деген сияқты өзіңіздің сондай фишкаңыз болуы керек. Оны осы бастан қалыптастыра беріңіздер. Енді соңында бір кеңес, нишаңызды таптыңыз, осы темаға келген кезде сәл кідіріп, өзіңіздің конкуренттеріңізді қараңыздар. Конкурент деген кезде мен орыс тілді, ағылшын тілді каналдарда айтып отырған жоқпын. Ол каналдар сіздерге как мұғалім ретінде жұмыс істейді. Олардан сіз сабақ аласыз, қалай істейді екен деген сияқты. Конкурент деп мен осы Қазақстандағы контент-мейкер YouTube каналдары бар, сіздің тақырыбыңызбен бірдей каналдарда айтып отырмын. Мысалға бір видео түсірейін деп жатырсыз. HyperX микрофонына обзор. Оны сіз бірінші YouTubeға жазасыз. HyperX микрофонына обзор қазақша дейсіз. Қарайсыз, ешқандай видео жоқ. Түсіруге болады екен. Ал егерде дәл сондай бір видео қазақ баласында болса, просмотр өте аз, бір 2-4 немесе 200 просмотр болатын болса, оны жасаудың қажеті жоқ. Өйткені уже көріп тұрсыз, просмотры аз, адамдар қарамайды деген сөз, оны сіз қайталаудың түкте қажеті жоқ. Лучше басқа темаға алмасып, адамдарға қызықты бір теманы тауып түсіргеніңіз дұрыс.
иә достар, теманың не екенін түсіндіңіздер. Мен айтқан бойынша енді жасаңыздар. Сонымен қатар осы видеоның астына көптеген видеолар қалдырып кетемін. Солардың барлығын қарап шығыңыздар. Олар өте пайдалы, сіздерге керек болады. Келесі сабақта көріскенше.